Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен беш бармақтың қарапайым жасалу жолын көрсететін боламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай етті жуып, тазалап, қазанға салатын боламыз. Етіміз жақсылап бір қайнап шыққаннан кейін еттің бетіндегі барлық көбіктерін алып тастаймыз. Еттің бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз жақсылап, және еттің бетін жауып 1 сағатқа баяу отқа қойып қоямыз. Етіміз міне қайнап жатыр. Еттің ішіне сәбізін, картошкасын, пияз, дәміне қарай помидор қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап салып, бетінің жауып, міне етіміз қайнап жатыр. Енді еттің тұздығын дайындайтын боламыз. Пияз, помидор, укроп қоссаңыздар болады ішіне. Еттің бетінде майын жақсылап қалқып құямыз. Етіміз қайнап жатқанда жақсылап қамырымызда қарапайым сумен, тұзға және 2 жұмыртқа қосып, қатты қып илеп аламыз. Қамырды қалың емес, қатты жұқа емес, әдемілеп жайып шығамыз. Жақсылап қамырымызды жайып, кесіп, қайнап тұрған сорпамызға салып аламыз. Қамырымыз бір көтеріліп шыққаннан кейін қамырды ыдысқа салып, бетіне тұздығын жақсылап құйып, бетіне етін, картошкасын, сәбізін саламыз. Осымен беш бармағымыз дайын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.